жер шарында алғаш рет тас дәуірі кезінде жылқыны алғаш рет қолға үйреткен мәдениет болып табылады. Осыған дейін табылған жәдігер. Ең алғаш рет адамдар осы Евразия даласында солтүстік Қазақстан мен Ақмола облысының ортасындағы Ботай деген жерде сол жерде алғаш рет осы жылқыны қолға үйретілген. Бұл кезеңнің жағынан тас дәуірі мен қола дәуірін өту кезеңінің арасындағы промежуток ауырлық кезең деп аталады. Не тас дәуіріне жатпайды, не қола дәуіріне жатпайды. Сол екі аралық кезеңдегі андронов мәдениетімен қатар дамыған өркениет болып табылады. Жалпы бізге дейінгі құны 6000 жылдық пен 7000 жылдық біздің заманға дейінгі сол заманда қамтылады. Ең алғашқы жылқыны қолға үйретілу, жылқы етін тамақты жасау, қымыздың ең алғашқы нелері осы Ботай мәдениеті табылған жерлердің ыдыстардың ішінен табылған. Қыш құмыралар ішінде ең алғашқы қымызға ұқсайтын қымыз үстіне жасалған және ашылған сол үйінділер қалған болатын. Сондықтан бұны бүкіл әлем бойынша мұны Қазақстан мамандары, шетелдік мамандар зерттеп, осы нені жасаған. Бұл және мына бөренелер жоғда тұрген. Бұл киіз үйдің ең алғашқы прототипі, ең ескі нұсқалары. Баяғы заманда киіз үй болмағандықтан киіз үйден шығудан бұрын осындай жер бөлмелерде, осындай жер кепелерде осылай тұрған, оны жер кепе деп атайды. Жылқылар осы тұрған ма? Жылқыларды бұлар бағып, жабай жылқыларды ұстап, ең алғаш ұстап, қолға үйретіп, ең алғаш жүген, ауыздық деген қатарлы бұндай еңбектерді ойлап тапқан. Жылқыларды жабай жылқылар болды, соны ұстап, үйреткен. Оған дейін ешкім жабай жылқыға мініп көрмеген болатын. Осы жердегі солтүстік Қазақстан мен Самалкөл деген жердің қасына Петропавл екінің арасындағы жерде осындай Ботай деген жерден табылған осындай қорымдар. Осындай бір жер болған, үйіліп тұрған. Одан кейін егін жүрген кезде, соқамен егін жатқан кезде, қасқеттен астында ағашта шыққан. Сосын археологтар ғалымдар зерттегеннен кейін білген осындай не екенін. Сосын мына угле не деген сондай не бар? Углеродный анализ деген бар. Углеродный анализбен зерттеген кезде осының табылған заттардың ұзақтылығы шыққан жасалу мерзімі 6000 біздің заманымызда дейінгі 6000-7000 жылғы екенін білгендіктен бастап бұның біздің заманымызда көп ғасыр бұрын табылған. Сосын құмыраларды болсақ, мына бізде мына құмырадағы өрнектер андронов мәдениеті деген бар. Андронов мәдениетінде өрнектер пайдаланған. Оның өрнектердің басқа ерекшелігі ол жерде шексіздік оюлар болып биткен. Сосын және геометриялық зигзаг және басқа да өрнектермен аталған. Қарасам, мына құмырада қара. Қараңдар, тарих сабағы. Андронов мәдениеттің өрнектері табылған мынау. Бұны қолдан жасап, мынаны ағашпен шимен бітіп не алатын болған. Түсіндір ма? Қызық екен. Мына үстіне шөпте салып мұқларға ішіне алып беремін. Бұл жай ғана есте келіп тұрсын декорация, ол жай ғана. Керемет. Неден күшті білесің? Мыналар бізде тұрған найзамен алғашқы ненің бастары, оқтардың бастары. Аңаулаға жасайтын кезде бұрын темір болмаған, бұл қолаға өту кезеңде болғанда, сол кезде тастарды осылай жану арқылы арнайы жебенің ұштарын және найзаның ұштарын жасап, оны ағашқа саптап, терімен және жіптермен есіп отырып, саптап алып, аңға шыққан. Мыналарды онда қалай саптайды, қалай істейді? Бұны ешқандай саптамады, бірінің үстіне бірін қою арқылы осындай үй жасаған. Мына бөлме орталық бөлме деп аталады, бұл жерде ошақ басы деп аталады. Осы бөлмеде жан-жаққа таратылған. Бұл негізі шын мәнінде келген кезде бұл жалпы түсініксіз не жағынан. Бұл жалпы жерлеу орны ма, әлде арнайы салынған үй ма деген сұраққа келеді көрші. Бұл негізінде жалпы осы Ботай мәдениеті кезіндегі тайпа басшысының тұрған үйі болуы мүмкін, немесе сол жерлеу орны болуы да мүмкін. Оны ешкім білмейді. Анжақтағы тайпа Ботай мәдениеті кезіндегі сол заман тас дәуірі мен қола дәуірі өту кезеңінде тұрған тайпа көсемінің примерно бет пішініне қарай отырып, халқына келтірілген бас сүйегімен жасалған сол кездегі табылған заттармен шамамен сондай адамның несі табылған киім костюмдерін олар тапқан. Өйткені мына шөппектен табылмаған. Мына жерге ұйықтайды, негізі адам сүйектері табылған. Бұрынғы қорымда. Мынау негізі бүкіл қорым емес, бұл Ботай мәдениетін көрсету үшін негізі Ботай мәдениеті Петропавл қаласы мен Самалкөл деген жерге көшіп кеткен. Сол аралық орналасқан сол жаққа бару қиындау болғандықтан, осыны арнайы осы жерге әкеліп археолог жұрттарға таныстыру ретінде осы жерге көшірмесін соққан. Керемет екен.
рахмет Ершат. Бұл жердің ең басты себебі мына жерді қазған кезде 60-тан астам жылқының бас сүйектері табылған. Осы жерден. Сосын жасады, иә? Өйткені бұған дейін ешқандай жерде 60-тан астам бас сүйек табылмаған. Қорым төбесіне қойған болады. Иә, қойып. Алтыбақан сұрап беріңіздерші.